Мына бір құбылыстың анықтамасын сіздермен бөлісуді жөн көрдім достар. Көріп отырғаныңыздай, араның аналығы өзінің болашақ ұрпағы үшін сырттан лайды алып келіп, аузынан бөлінетін арнайы сөл ферменттермен шыландыра отырып, бір ұрпағына бір ұя салып беріп жатқан жайы бар екен. Бір қызығы, осы ұя аяқталғанға дейінгі ең керемет процестер осы жерде өтетін болады. Бірінші кезекте ұяның астына әлсіздеу немесе жас өсіп шыққан өрмекшілерді жартылай жансыздандырып, яғни толығымен өлтірмейді, соларды алып келіп тастайды екен астына. Келесі кезекте дернәсілін қояды, бір ғана дернәсіл, соның үстіне сатылай отырып, ұяның аузы толғанға дейін өрмекшінің ең жас буыннан ірісіне дейін, яғни жасы толғанға дейін өрмекшілермен толтырып, ұяның аузын толығымен жауып тастайды екен. Осы жерде араның миссиясы толығымен аяқталады, ол өз жөніне қарай ұшып кетеді екен. Келесі кезекте ұяның ішіндегі болып жатқан процесс өте қызық. Яғни осы жердегі кемеділік, яғни құпиясы, дернәсіл өзінің астында жатқан жас өрмекшілерді қорегін алып, оның нәруызын қоректенуге жеңіл келеді. Сондықтан да ең жас өрмекшілер астында жатады. Сосын дернәсіл оны 2 апта бойы қоректеніп болғаннан кейін жоғары жаққа қарай, яғни ұяның аузына қарай, есігіне қарай жақындай бастайды. Бұл арада ортадағы өрмекшілердің мықтысына қарай барлығын қоректеніп, барлығының нәруызын жеп шығып, қанаты қатаяды екен. Қуыршақ дәрежесі осы ұяның ішінде өтетін болады. Қанаты қатайып араға айналған сәтінде ұяның есігін бұзып сыртқа қарай керемет мықты келесі бір селифрон деп аталатын, яғни латын тілінен аударғанда лай арасы тіршілігін әрі қарай жалғастырып кетеді екен.